Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше гарнирдің рецептімен бөлісемін. Егер күнделікті тамақтан өзгеше тамақ жегілеріңіз келсе, дәл осы гарнирді жасауға кеңес беремін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге күріш, вермишель, су, сұйық май және тұз қажет. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, сәл қыздырып болғаннан кейін артынан вермишельді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Сұйық майды көп деп ойламаңыздар, себебі сұйық майдың есебінен вермишель де күріш те бір-біріне жабыспай әдемі шашыраңқы болып піседі. Бұл рецепті мен 2 есе көбейтіп жасадым. Сіздер қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осылай қызарғанша қуыру қажет. Артынан жақсылап жуылған күрішті салып, жақсылап араластырамыз. Күрішті міндетті түрде жақсылап жуу қажет. Жақсы жуылғанның есебінен құрамындағы крахмал кетеді. Крахмал кеткеннен кейін біздің күрішіміз әдемі шашыраңқы болып піседі. Татымына қарай тұз қосамыз. Араластырып болғаннан кейін суды қосамыз. Осылай бір қайнатып алғаннан кейін бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Шамамен 15-20 минутта пісіп қалады. Дәл осындай әдемі шашыраңқы болып шығады. Қалауларыңыз бойынша кез келген подливпен ұсына беруге болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!